Алдыңғы бөлімде Макс бір адамнан темекі сұрап, ол адам бермеймін деген соң Макс оны ұрды. Содан кейін ол маған полицияға келіп, полицияның көлігі қалақ кетті. Ал бүгінгі видео сол жерден жалғасады. Полициядан кетінді, көзілерім ауырып кетті. Ё-моё, төбелесем, босқан адамнан темекі сұраппын. Енді мені ауыртты, көзлерім ауыртты, операция жасаған кезде тоқтап қалдым мен. Так. Енді өйтіп жасамай қойыншы. Әйтпесе тағы да бір нәрсе ұрын қалып жүремін. Ё-моё. Басым деген ауырып тұр. Кім бар екен, біреуге отырып алу керек енді. Біреу шықса екен. Полиция. Өтінем. Маған көмек керек, мен адасып жүрген адаммын ғой. Полиция, жоқ. Газель. Енді сен маған көмектесесің деп ойлайын. Жоқ, Газель, жоқ, тоқташы. Менің ойындесім бір. Полицияға кешіріңдерші мені, немене білікі бәрі. Газель! Стой, мен алып күтші, пожалуйста. Ой, бля, мен әлмей атырым, Газель қайда кетті? Тоқтай, Газель. Рахмет аға сізге. Ё-моё. Мұрдаған шешіп жасаңыз. Жарайды, өзіңіз біліңіз. Қазір тағы да полиция бар мен. Есікті шабылмай қалды. Рахмет енді осы жерге дейін жеткізгеніңізге. Кішкене қатты айдасаңыз. Бала, отыршы, мен жалпы қатты айдай алмаймын Газель. Жарайды. Міне осы жер ғой. Рахмет, тоқтасаңызшы. Осы жерге дейін әкеліп тастады. Енді біреудің үйіне қону керек қой енді маған. Мұнайдың сарайына қона тұрайын енді. Не істеймін енді басқа? Қазір сарайының қандай екенін көреміз. Өзі тастап кеткен сияқты ғой, есігі жабық тұрғаны көрініп тұр. Жарайды енді, ұйықтайық.